Шаш көрсе періштелер қарап тұрмас. Ол жерге екінші қадам ұрмас. Әйелдің ғаурат жері ашылғанмен шошынып жын перілер перде қылмас. Шаруа көшсе бай, дәруш кесе байды. Уақытсыз жерден бақытсыз ұрғашы артық. 99 мың машайықтан қалған сөз екен. Қағы жандырған шырақта ақымақ ұрып сөндіре алмайды. Аузының дәмі қашқан аурудың ас шақтырмағаны сықылды. Түсінбеген соң, керегі жоқ, әлде неменені жазғанды деп оқымай тастай берген. Қазақта бір мақал бар, жігіт өсекке ілінбейді, есепке ілінбейді деген. Және бір сөз бар, батықпына қылуға жарамаған жаман, қорқып тәубе қылуға да жарамайды деген. Алла тағала Құранда, бір-біріңе жәрдемшіл бол, бір білек, бір бас, бір көңілде болыңдар дейді. Тіл алғыш елгезек болып үйрен, кежіліктен құтыласың. Дәнеме қылмасаң да жаяу аяңдап, олай жүріп үйрен, жалқаулықтан құтыласың. Қареттің бірі болмаса, бірінің уайымын ойлап қалай қыламын, қайтып есебін табамын деп ойға түс, ұйқышылықтан құтыласың. Екі түрлі ауру бар, бірі өзің білме, білгеннің тілін алма деген. Қарғысқа ұшыраған ақымақтардың ақымақтығына дауа жоқ. Бірі жалқаулыққа, еріншектікке дауа жоқ. Бұл заман сондай заман болды. Айтайын десең тыңдау жоқ, тыңдайын десең айту жоқ. Асылы қашанда болса ойға түспеңдер, ой ойлаушы болмаңдар. Ойы шайтан жұмысы. Қазақ мақалында бар. Жақсы жаманның азығы, өлі тірінің азығы, уайым шайтанның азығы. Біреу сені дұшпандық қылса, көңілінде сен оны дұшпан тұтып кінә сақтама. Қазақ мақалында хан бар. Майдың жорғасы түйе болады, жігіттің жорғасы еліне ие болады деген. Қазақта мақал бар. Ит өз құйрығын өзі алып жүрмесе, оны кім алып жүреді деген. Оның мәнісі, адам өз көңілін өзі көтеріп жүру керек деген сөз. 950 жыл өмір сүрген Нұх пайғамбар, дүние деген шіркін, екі есікті үй екен, бірінен кіріп кідірместен, бірінен шығып барамын. Қазақта мақал бар. Жаман адам жанға ортақ, атаның жаман ұлы малға ортақ деген. Ғылым білім, ұрғашыдан туған бала туа, әр нәрсені біліп, кісі болуға жарайды. 60 баста ақ орда 60 еркекпен іші толмайды, бірақ қатымен толады. Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу. Өз еркімен жүрген әйел ұрыншақ болады.